Сырттандар ертегісі. Ертеде бір байдың жалғыз баласы болыпты. Байдың қадірлі ұлы да, қызы да сол екен. Күндерде бір күні әлгі байдың баласы ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір қара қасқыр жейін деп баланың аяғына аузын сала бергенде бала шошып оянады. Ертеңіне осы түсті тағы да көреді. Сөйтіп бала осы түсті күн сайын көретін болады. Қасқыр баланың аяғынан тістей бергенде бала шошып ояна беретін болады. Бала түнде ұйқы, күндіз күлкі көрмейтін болады. Әке-шешесі осы біздің баламызға не болды екен деп бір күні баласынан сұрайды. Баласы көрген түсін айтады. Әке-шешесі мұны естіп қатты қорқып, жан-жақтан түс жоритын сәуегей адам іздейді. Бірақ ешбір сәуегей баланың түсін дұрыс жори алмайды. Ақырында бір қария сәуегей жорып, сол қасқыр сенің балаңды жемей тоқтамайды екен. Тас пен темірден үй салып, соның ішіне қойсаң да, ол қасқыр сенің балаңды жейді. Беті бері қарап шыққан екен дейді. Мұны естіген соң әке-шешесі қатты қорқып жылайды. Бұдан құтылуға амал бар ма деп жорушыдан сұрайды. Сонда сәуегей тұрып, мүмкін қашып құтылса ғажап емес дейді. Мұны естіген әке-шешесі қалай шыдап отырсын, баласын қашыруға ат іздейді. Әкесі көп жылқының ішінен баласы мініп қашарлық бір жарамды ат таба алмайды. Бәрі де жабай екен. Балам, өзің барып тауып мінбесең, саған жарайтын атты мен таба алмадым дейді. Сосын бала қолына жүгенін алып жылқыға келеді. Көп жылдан бері жылқысын бағып жүрген бір шал бар екен. Соған көрген түсін айтып, қашып құтылатын маған бір ат тауып беріңізші дейді. Сонда шал тұрып, шырағым, мен осы жылқыны баққаныма көп жыл болды. Сені құтқарарлық жүйрік бар деп айта алмаймын. Бұл жылқының бәрі де жаба. Жалғыз ақ осында бір кербесті бар. Оның жабағы күніндегі өлі жүні әлі үстінен түскен жоқ. Қырып аларға қызылы жоқ арық. Жөнді оттамайды. Бауырынан жарайды да жүреді. Одан үміт қылатыным, түнде жүргенде тұяғынан от шығатын еді. Мен білсем, кербестіден басқа жылқы құтқара алмас. Қаз тұлпардың баласы аз оттап, көп жусайды. Асыл тектің баласы аз сөйлеп, көп тыңдайды дегендей, сенің бағыңа тұлпар болып шықса, ғажап емес. Не болса да кербестіні ұстап мін, дейді. Бала кербестіні жүгендеп, үйіне алып келіп, әке-шеше ел жұртымен қоштасып, жолға шығады. Бала жүріп келеді. Кербестіні баса ауған жағына қарай еркіне қоя береді. Осымен бірнеше күн жүреді. Бір күні бала артына қараса, көз ұшында бір шаң көрінеді. Ол, мені жейтін қасқыр осы болар деп жүрегі алып ұшып, кербестінің сауырына қамшыны сипай береді. Бұрынғыдай емес, кербестіде бірнеше күн жүрген соң, өлі жүнін тастап, басын жерден көтеріп, оқтаудай болып ширатылып, созылып, аяғын пысық басып көсіле бастайды. 3 күннен соң артына қараса, манағы шаң жақындап қалған сияқты. Шаң жақындаған сайын кербестінің шабысы да ширайды. Осылай шаңды ертумен тағы 2 күн шабады. Бір мезгілде артына қараса шаңнан бір қара созылып шығып, тартып келеді екен. Балада зәре жоқ. Анда-санда кербестінің көзін сүртіп қояды. Қара жақындап дүбірі де естілген сайын кербесті құстай ұшады. Кербестінің жүрісіне бір ғана ұшқан құс болмаса, ешбір хайуан баласы еріп болар емес. Кербестіден басқа жылқы болса, келе жатқан қара әлде қашан қуып жеткендей, кербесті кербестілігімен ғана баланы қуып келе жатқан ажалға бермей, алып ұшып келе жатады. Қараны осылай артына салумен кербесті тағы бір күн жүреді. Бала артына бұрылып қараса, бұлдырап көрінген қара жақындап қалған екен, қуып келеді екен. Көз тоқтатып қарауға баланың жүрегі тоқтамайды. Кербестінің көзін сүртіп, бауырына қамшыны сипай ұрумен болады. Жақындағанын білген сайын кербесті өршеленіп шабумен келеді. Кербестінің осы кездегі шабысына көз тоқтатып болмайтын еді. Бір уақытта бала артына бұрылып қараса, айтқандай түсінде көрген қара қасқыр тілі сала құлаш шығып кеткен, сілекейі шұбырып, аузын арандай ашып, құлаштап ұрып келеді екен. Мұны көргенде жан алатын Әзірейіл артынан қуып жеткендей сезіледі.
жалғыз менен басқа рахым етер ешкім жоқ қой дегендей кербесті де ұшқан құстай алып келеді. Қара қасқыр баланы жеуге құмартып сілекейі шудадай созып, тілі аузына сыймайды. Шынымен ақ осы иттің аузына түсіремін бе дегендей кербесті жануарды жан ұшырады. Қара қасқыр алуға, кербесті алғызбасқа екеуі таласып келеді. Осылай таласумен шабыс ілгері тағы да ысырыла береді. Жақындаған сайын адамның иісі қара қасқырдың мұрнын жарып барады. Иісі мұрнына барған сайын жерік астына құмар артып, қара қасқыр сілекейін ағызып, үлкері ұмтыла түсіп, арс-арс етеді. Өмір бойы бір шек болып қатып қалған жануар кер тұлпар да қасқырдың дүбірін естіген кезде ытып-ытып кетеді. Осы таласқа, осы шабысқа жалғыз кербесті болмаса, төрт аяқты жануардың ешбірі де шыдап болар емес еді. Қара қасқырдың аузына жерік асын түсірмей, баланы ажалдан құтқарғалы алып келе жатқан кербестің бұл жүрісіне сүйсінбейтін жан болмас шіркін. Япыр-ай, жеттім-ау, етегімнен алды-ау деп бала жан дәрмені қалмай мойнын бұрып артына қараса, қасқыр құйрық тістесіп жетіп ақ қалған екен. Екі көзі қып-қызыл от сияқты, үлкендігі тайыншадай қара қасқыр екен. Арс-арс етіп өршеленіп, аузын салғалы ұмытылып қояды. Шынымен ақ мынаған жем болдым-ау деп бала өкіріп жылап жібереді. Баладан ес те кетеді, зәре де алмайды. Аттың көзін сүртуге шамасы келмейді. Қамшыны әлсін-әлсін артына сілтеумен болады. Енді өлдім ғой, қара қасқырдан құтыла алмадым ғой, енді не қайран қылайын деп баланың жаны алқымға тығылады. Жануар кербесті де қажиын дейді. Өзінен ешбір дәрмен жоқ. Аттың көзіне тер құйылып, кербесті де қиналуға айналады. Атаңа нәлет қара қасқыр тақымдасып, ауызды әне салдым, міне салдым деп келеді. Бала мен қасқырдың тұмсығының арасы бір-ақ сүйем қалады. Ауызды көміп, тұмсықты қандап, бытыр-бытыр шайнап, жерігімді бассам екен деп құмартып, қасқыр мойнын соза ұмтылады. Дәл осы кезде 1 минуттық өмір балаға 1000 жылдай көрінеді. Жалғыз кербестіден басқа балаға болысарлық жанында ешкім жоқ. Кербестінің көзіне тер құйылып келеді. Енді жем болдым ғой деп бала жанынан үміт үзеді. Көз алдына өмір емес, өлім елестейді. Қара қасқыр ауызды енді сала бергенде кенеттен маңқ етіп үрген иттің даусы естіледі. Иттің даусы естілгенде қасқыр кідіріңкіреп қалады. Кербесті ілгері басып кетеді. Қасқыр соңына тағы түседі, тағы да жетеді. Ауызды тағы сала бергенде маңқ етіп үрген иттің даусы тағы естіледі. Қасқыр кідіріп қала береді. Кербесті ілгері асып тарта береді. Не керек? Қара қасқыр қоймайды, тағы қуа тағы жетеді. Жетіп, енді ауызды сала бергенде бағанағыдай емес, жақынырақ жерден маңқ етіп, ит тағы да үріп кеп қалады. Иттің мына даусын естілгенде қара қасқыр пышақ кескендей тоқтайды да қалады. Баланы алып ұшып, кербесті ілгері ұша береді. Сол шапқаннан шауып отырып, мидалада отырған жалғыз үйге келіп жетеді. Үйдің алдына келіп, кербесті кілт тоқтай қалады. Ат тоқтай қалғанда бала анадай жерге ұшып түседі, ес ауып қалады. Жатқан баланың қасына бір ит келеді. Үлкендігі тайыншадай, алқымы даладай, екі құлағы тебінгідей, екі көзі қып-қызыл, екі езуі салбыраған, ұзын тұмсық, жүндестеу келген қарауыз көк ит екен. Баланы иіскеп қасында жатады. Бір уақытта үйдің адамдары көріп, бұл не қылған жан екен деп үйге алып кіреді. Бірақ балада еш жоқ, сұлық жата береді. Кешке жақын үйдің иесі келеді. Жасы 26-27 шамасында, еңгезердей ұзын бойлы, екі иығына екі кісі мінгендей, қақпақ жауырын, ат жақты, көзі өткір, түсі суық, қара сұр жігіт екен. Келген жерден бәленше байдың баласысың ба деп сұрай бастайды. Бала көргенін бастан аяқ айтып береді. Сені қуған қара қасқыр адамға жерік еді. Ол қасқырдың сырттан еді. Сені алып қашқан кербесті жылқының тұлпар еді. Қара қасқырдың саған жерік болатынын кербесті құлын күнінде білген. Егер сол қасқырдың сырттаны келетін күн болса, сені алып қашсам-ау деп деумен жүруші еді. Соны арман қылып өмір бойы өзін өзі жаратты. Аз оттап көп жусады. Үстінен өлі жүні түспеді. Ақыры алып қашқан екен.
Кербестіден басқа жылқы болғанда қасқырдың аузына түсіп едің. Мынау жатқан қарауыз иттің сырттан еді. Кербестімен сенің қашып келе жатқаныңды, қара қасқырдың сені қуып келе жатқанын тұлпардың дүбірінен қарауыз күндік жерден естіді. Соны біліп, бұл үріп жіберді. Егер қарауыз үрмегенде, қасқыр саған аузын салып еді. Егер қара қасқыр жеген болса, барлық қасқыр атаулы адамға жерік болар еді. Өмір бойы қасқыр адамды қойша домалатып жей беретін еді де, адамға қасқыр қожа болатын еді. Ал енді мен жігіттің сырттанымын. Қарауыз бен менің осы жаққа екенімді кербесті білген. Ол шыққаннан ақ осылай қарай бастап алып келді. Саған жерік болған қара қасқыр әлі кеткен жоқ. Мына төбенің басында сені күтіп отыр. Ол сені жемей тоқтамайды. Сенің осында екеніңді біледі. Бірақ кербестінің, қарауыздың, менің осында екенімді біліп, үш сырттаның үстіне батып келе алмайды. Таң атқан соң қарауызды ертіп, ол қасқырдың соңына түсеміз. Өзің шаршап келдің ғой, бүгін демал, деп баланы сыйлап жатқызады. Ертеңіне таң атып, күн шыққан соң бағанағы жігіт айтады: сен кербестіге мін, мен қарауызды жетектеп екеуміз мына төбенің түбіне барайық. Барған соң қарауызды қоя берем. Бұл барып саған жерік болған қасқырмен арбасады. Бұлар арбасып жатқанда мен ит жағынан барам, сен кербестімен қасқыр жағынан кел. Сол уақытта қасқыр сенің есіңді біліп саған қарай бұрыла берер. Ол бұрылған кезде аңдып тұрған қарауыз барып қасқырдың мойнын бұрап тастайды. Сөйтіп қара қасқырды өлтірмесек, ол тірі жүрсе сені жемей қоймайды. Кербестіге мініп, қарауызды ертіп, қара қасқырды қуар едім, бірақ кербесті мені көтере алмайды. Ал сен қасқыр жеп қояды екен деп қорықпа. Ілгері ұмтылып қасқырға таман барып қал. Ол саған ұмтылады. Саған жетпей-ақ қарауыз қасқырдың мойнын бұрайды дейді. Егер сенен бұрын мен барып қалсам, менің келгенімді біліп, қарауыз маған қараған кезде, қара қасқыр қарауыздың мойнын бұрап тастайды. Қарауыздың мойнын бұраған соң сені де жейді. Сені жеген соң бүкіл қасқыр адам атаулының бәрін жейді. Егер сен қорықпай барып қалсаң, ол сені жеуге ұмтылғанда, оны қарауыз өлтіреді. Қайтсең де қасқыр жақтан менен бұрын бар, қорықпа, деп әбден үйретіп келеді. Төбеге жақындап, түбіне барған кезде жігіт қарауызды қоя береді. Қарауыз төбенің басына қарай жөнеледі. Қарауыздың артынан барып қалайын деп, кербестімен бала да төбені айналып жетеді. Жігіт иттің артынан ақырын жүгіріп келеді. Қарауыз төбенің басына жеткенде, қасқыр да оны көріп қалады. Екеуі бірін-бірі көрген соң жүндерін түкірейтіп, көздерін біріне бірі қадап ырылдасады. Екі сырттан бірін-бірі ала алмай ырылдасып арбасумен жата береді. Бірінің қозғалғанын бірі байқайды. Әлдеқалай біреуі қып етіп қозғалса, біреуі бас салғалы тұр. Қара қасқыр жалын түкірейтіп, тұмсығын созып, көзін қадап, ырылдағанда ешбір жүрек тоқтатып шыдап тұрар емес. Арқа жүнін түкірейтіп, көзін төңкере қадап, екеуі езуін ырситып, азуларын ақситып ырылдағанда, қарауыздың да бет алдына қара қасқырдан басқа ешбір хайуан шыдап тұрарлықтай емес. Екеуі осылай арбасып, бірін-бірі ала алмай әбден ызаланады. Көздері қып-қызыл оттай жарқ-жұрқ етіп кетеді. Ызаның кернегендігі сондай, мойындары терісіне сыймай буынып барады. Арбасқан қалпында екеуі де орындарынан тұра келеді. Біріне бірі қимылдауға таянып тұр. Екеуі де жақтарын керіп, ырылдасып, бір-біріне жақындасып қалады. Сөйткенше болмайды, біріне бірі тап береді. Алдыңғы екі аяқтары бір-бірінің иығында, езулерін ырситып, азуларын ақситып, ырылдасады да тұрады. Бірін-бірін ауыз салғызбайды. Қарама-қарсы тіреседі де қалады. Біреуі қып етіп қозғалса, құлақ шекені өрлей, кеңірдекті қапсыра, ауызды басқалы тұр. Осылай тіресе ырылдасып, арбасумен тағы біраз тұрады. Бірін-бірі ала алмайды. Бұрынғы арбасудан мынау әлденеше есе қиын болады. Алдыңғы аяқтарымен бір-бірінің кеңірдектеріне тіресіп тұрады.
ұзақ тырнақ теңілдіктеріне кіріп барады. Енді біріне бір ауыз салғалы тұр, бірі өлтіріп, бірі өлгелі тұр. Көздері қанталап кеткен, енді тек бір-бірінің кірпік қағысулары ғана аңдыған. Қасқырдың сырт жағынан келе жатқан бала екі сырттаның ырылдағанын естігенде жақындауға жүрегі тоқтамайды. Қара қасқырдан әбден қорқып қалған. Жақындасам жеп қоя ма деп ілгері баспайды. Тым болмаса айқасып тұрған екі сырттанға төбесі көрінетін жерге де келмейді. Анда-санда бір аттап аяғын ілгері баспайды. Бала ар жағынан келді ме екен, итіме не болды екен деп жігіт те тез ұмтыла басып төбеге шыға келсе, бала әлі көрінбейді. Қасқыр мен ит айқасып тұр екен. Баланың төбесі жаңа ғана көріне бергенде артына келіп қалған есін біліп, ем келді ме екен дегенде ит мойнын бұрып қалады. Сол уақытта аңдып тұрған қара қасқыр иттің шықшытына ауызды басып жібереді. Мынаны көрген иттің иесіне не боларын білмейді. Беліндегі қанжарын ала жүгіреді. Қара қасқыр иттің құлақ шекесіне қарс батып кеткен тісін жұлқылап суырғанша жігіт те келіп жетеді. Келе-ақ қара қасқырдың ішін қанжарымен есіп кеп жібереді. Сол жерде ит те өледі, қасқыр да өледі. Жігіт иттің өлгеніне қатты өкінеді. Иттің өлігін құшақтап, зар жылап еңірейді балаға. Неге менің айтқанымды істемедің деп бармағын шайнап ұрсады. Ұрысқанмен не шара, болар іс болып, ит өліп қалды ғой. Қайтейін, қара қасқыр тура маған бас салады ғой деп қорықтым деуден басқа не айтсын бала. Қарауыз ит қасқырды өлтірген болса, ит атаулы қасқырға қожа болатын еді. Енді иттің ілуде біреуі ғана қасқыр алатын болады. Әрине, қасқырдың да ит алатыны санаулы болады. Егер қара қасқыр сені жеген күнде, қасқыр атаулыға адамға қожа болатын еді. Оны енді мен өлтірдім. Енді адам қасқырға қожа болады деп сырттан жігіт сөзін тоқтатады. Ал ертегі сіздерге ұнады ма? Бұл Сырттандар деген қазақ ертегісі. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.